жақында тағы да бір тренингді жүргізсем деп отырмын. Оған да өз еріктеріңізбен қатысушы қажет. Үлкен апайлар енді. Өрмекшінің хоры деп айтылатын ойынымыз. Ол енді ондай іште қиын емес. Сондықтан жетекшіңізбен шықсаңыздар болады. Оқушының қатысушылар түгел қатысты. Бұл ойынның мақсаты мынау қолыңыздағы ширатылған жіп арқылы өрмекшінің қорын құрастырамыз. Яғни өрмекшінің қорын құрастырамыз. Яғни біз бұл арқылы бір-бірімізге оқушыларымыздың бойынан көргіміз келетін қасиеттерді айтамыз. Мысалға, мен оқушылардың бойынан көргім келеді барынша жан-жақтылықты және ізденімпаздылықты. Мына қолыңызда ұстап тұрасыз және сол сөзді ғана айтамын. оқушылардың бойынан Жауапкершілікті көру. жоқ. Қасаңыз қажет. Жіберме. Өзіңізге. Шынайылықта. Жіпті өзіңіз ұстап тұрасыз. Сөйтіңіздер қалса, нені көргіңіз келеді? Оқушының бойынан. Егерде ойға қарай Мен оқушылардың бойынан көргім келеді жан-жақтылықта жаңа негізінде әлем қойды. Екі қолымызды есіңізде өрмекшінің бір қолдарыңыз бос, сол қолдарыңызбен қағып алуға тырысыңыздар. Қайсар тұрды? Мынаны жоқ, жіберіңіз. Міне, енді жоғарыға айтыңыз. Екі қолыңыздан екеуіне қолыңызға ұстаймыз. Қолыма енді осы нені, сіз сол жіпті қолыңызда ұстай тұрыңыз. Жоғарыға көтеретін болсақ, бізде өрмекшінің қоры. Бұл ойынның негізгі мақсаты біз оқушыларды бойынан өзіміз қалаған, өзіміз жаңағы айтып өткен жақсы қасиеттерді осы өрмекшінің қорындай жан-жақтылықты қамтамасыз ете отырып ұғындырсақ, түсіндірсек оқушыларға. Сол мақсатта ойнатқан болатынмын. Рахмет, жіпті жерге қоя салыңыздар. Сабақта да пайдалануға болады бұл әдісті. Сұрақ қою арқылы.